Енді қазір бүкіл дүние жүзі ақпараты мынаны жарыса жазып жатыр. Бүкіл дүние жүзінің ақпараты. Қараңыздар. Шекараға бульдозерлермен басып кіреді. Шекараға тартылған электрлі сымдарды бульдозерлермен итеріп құлатады. Теңіз жағалауынан жаңағы жел толтырған каучук кемелер теңізден келеді. Мотоцикл, моторлы қайықтар келеді. Ал әуеден белдеріне пулемет, автомат байлаған кәдімгі моторлы, не дейміз, плейн. Ана биік жерден ұшатын зат бар еді ғой, соның атын ұмытып отырмын қазір. Биік жерден ұшады, былай қанаты бар, керген, кәдімгі мата, жаңағы жарғақ мата, бірақ астында моторы бар, жаңа дырылдап, 1 километр, 2 километр жерге дейін қалқып ұшып барады. Сөйтіп олар кәдімгідей қалқып отырып, анау қорғандардан шекараларын асып келген. Ол мынау қазіргі бір жаңа 1-2 километрге жаңа қалқып ұшып барады, бір адам астында отырып қанатты керді. Оған да жаттығу керек. Енді қараңыз. Жаңағы Израиль өзі айтады, 2,5 мың зымыран атылды дейді. Хамас тарапынан. Хамас айтады, 6,000-7,000 аттық дейді. Енді қара. Бір зымыран тура мына менің бір құшағым толатындай болады. Мына менің бір құшағым, сіздің де бір құшағыңыз толатындай бір адам денесінде болады, бір зымыран. Енді ол зымыранның ұзындығы 2 метрден жоғары 2 метр 50 сәнті болады. Яғни кісі бойынан 50 сәнті биік. Кем дегенде бір кісінің бойынан 50-60 сәнті. Осының 5-6 мыңын анау Газа, жан-жағы қоршалған құрттай Газаға алып келгенде Израильдің Моссады, анау бүкіл дүние жүзіндегі ең үлкен шпиондық барлау мекемесі білмей қапты десе, бесіктегі бала да сенбейді. Және ең маңызды ақпарат, ана құрттай Газа. Құрттай Газа. Мына ені 30-40 километр, ұзыны 40-50 километр. Сонда ойлаңызшы, құрттай Газа. Оның мына шетінен ана шетіне адамдар біледі, бүкіл спутник жер бетіндегі бүкіл батыс елдерінің, Израильдің бүкіл спутник тұр. Ол Газада, ол әрбір ғимаратта қайсы араб бүгін кімнің үйіне қонаққа барды, одан қашан қай уақытта шықты, бәрі тұр, жазылып. Жаңағы моторлы қайықтар қайда жаттыққады, жаңағы қанатты желкенді керме ұшақтарменен, ол ұшақ емес, плейн, қалқымалар, қазақша қалқыма дейш, қалқымаларменен одан қайда жаттығады, оны сізбен біз бейтіп отырағат қалқытып ана моторын қосқанда ұша алмайсыз, оның кәдімгідей ұстап тұрасыз, кеудені тегіс ұстайсыз, одан бар жүгіресіз, кәдімгі қолыңызды керіп алып, содан ана биік жартастан кәдімгідей секіріп қаласыз, сосын денеңізді қолыңызды бейтіп керіп отырып, төбеңізде мына екі қолыңыздың сыртында қалқыма жарғақ бар, содан кәдімгі жарғанат құсап қалықтап отырып жерге қонасыз. Ол жаттығатын зат. Енді осының бәрін білмей қапты деген бекер сөз. Ол Моссад кім Моссад? Ол Моссад бүкіл дүние жүзінде екінші дүниежүзілік соғыстан кейін герман фашистер қашып Аргентинаға, Бразилияға тығылған кезде, Бразилия Аргентинаның орманның ішіндегі қуған ит бармайтын құрыған ауылдарға барып тығылған жерінен соны барымталап алып келіп, тірідей алып келіп, Израильде соттап, ол сотын тікелей эфирде, телевизорда, телеканалдарда дүние жүзіне жарты жыл бойы жүргізтіп, бүкіл қылмысын ашып, бүкіл дүние жүзінің аузынан қайтып, жаңағы көзін бақырайтқан Моссад. Қашқан, Гитлердің қашқан жендеттерін, Гитлердің қашқан жаңағы жендет қолдаушыларын сол бүкіл Латын Америкадан қуып жүріп кек алған. Германияның бүкіл архивін қопарып, ауылдың полицейінен ауданның прокурорына дейін әрбір еврейге қарсы қол қойған бір германды қоймай соттатқан. Тіпті ең қарапайымы, сол кезде еврейлер қамалған концлагерлердің күзетші әйелдеріне дейін сот ашып 70-80 жылдарда ең соңында соттайтын герман қалмағанда концлагердің күзетшісі болған әйелдерге дейін соттатқан Моссад. Оның бәрі тарихта тұр. Қаншама кино тұр. Ойлаңыздар. Күзетші әйел
еврейлерді қамаған концлагердің күзет әйелдеріне дейін анықтап іздеп жүріп 70-80 жылдарға, анау соғыс 45 жыл аяқтады. Бұлар 70-80 жылдар соттатқан болса. Бұлардың барлау қызметі оңай емес. Шпиондық қызметі оңай емес. Жер әлемнен іздеп жүріп бүкіл еврейдің әйтеу бір тайпасы ру ұқсас болса Германиядан төлем алдырып берген Моцарт. Енді осы Моцарт ана көзінің астында тұрған құрттай қалада 2.300.000 боп аттап басқаны көрініп тұрған ана жердегі ана 5-6 мың зымыран тасылып келгенде көрінбейді. Ана каучук кемелер, пластик кемелер, жел толтыратын үрлеме кемелер жаттығып жатса көрмейді. Жаңа қалқымалармен жаттығып жатса көрмейді. Бұл не деген сұмдық дүние? Демек, Хамас. Олар кімдер? Хамасты қазір оларды қолдаушылар деп бүкіл дүние жүзінде бәрі біледі, катарлар қолдайды. Дубайдың, арабтың байлары қолдайды. Олар кімдер? Олар діни фанатиктер. Олардың ойынша ана жерде еврей жасамау керек, қырып тастау керек деген олар фанаттық ойларда болады. Олар шын мәнінде жаңағы әсіре ұлтшыл арабтар, әсіре радикал арабтар. Олар өзінен басқа қауым жасамау керек дейді. Сондықтан олар Хамасты қолдайды. Хамасты қолдайды. Хамастың лидерлерінің жаңағы үлкен ордалары, сарайлары қайда? Катарда, Дубайда. Мүмкін Назарбаевпен көрші, мүмкін біздің ана Араб бірлескен әмірлігінің азаматы, бірақ шетел азаматы болғанына қарамай, Қазақстанның экс-президенті пенсионер болып, және Тоқаевтың бюджетінен пенсияны ай сайын ана офисін жүргізіп тұратын, бірінші президент кітапханасына, бірінші президент қорына, тағы бірдеңе қор, ана қор, мына қорға ай сайын сіздің есептен миллиардтаған теңгені әр қорына, шаш жетпейтін қорларға миллиардтаған теңгені бөлгізіп отырған Дубайдың азаматы, Араб бірлескен әмірлігінің азаматы, Назарбаевтың коттеджінің қасында сол Хамастың лидерлерінің коттеджі тұруы мүмкін. Ал сол Хамас өздері қорғаймыз деген арабтың жағдай қандай? Арабтың баласы кәдімгі қызуды түсіретін дәрі жоқ, кәдімгі мына заманда іш өткізетін жаңағы дәрілер, тоқтататын дәрілер жоқ, өліп жатыр. Өліп жатыр. Туыттан кейін күтімін алмай, әйелдер өліп жатыр. Ең қарапайым ауру басатын дәрілер жоқ, адамдар қырылып жатыр. Олар жаңағы Катардың, Дубайдың керемет сәнді сарайларында автоматпен, пулеметпен күзетіліп, жақсы өмір сүріп жатыр. Қырылып жатқан жаңағы 2.300.000 қарапайым халық. Нанға зар болып